Қайырлы күн, құрметті студенттер. Біз өздеріңізбен кезекті практикалық сабағымызда тағы да ары қарай кездесіп отырмыз. Сабағымызды бастаймыз. Енді камераларды қосамыз, қыздар. Себебі біздің бүгін бірге талдайтын сабағымыз, себебі мен емес, сіздер өздеріңіз талдауларыңыз керек. Бүгінгі біздің тақырыбымыз ол бәрімізге бір қарағанда таныс сияқты, ал тереңдеп барсақ, біз оны ары қарай жете талдау үшін біз көп оқып, көп көңіл бөлуіміз керек. Ол әрине Абайдың қара сөздері. Сондықтан бүгін біз сіздермен Абайдың қара сөздеріне біз ол 45 қара сөзге бірнеше сағат арнауға болады, бірақ енді біз жұмыс бағдарламаның силабустың сағат санына қарай бір тақырыпты біз қайта өлеңдерінен бөлек алып, қара сөздеріне бөліп отырмыз. Сондықтан қазір біз демонстрациялық материалымызды қосайық, рұқсат етсеңіздер, сосын сабағымызды тізгінді өздеріңіздің қолдарыңызға беремін. Демек, бүгін біздің өтетініміз Абайдың қара сөздері. Біз жоғарыда айтып кеттік, Абайдың тұлғасын танытып, бір адамдай, қазіргі осы Абай танудың қазіргі жағдайы қандай десек, бір адамдай біздің қазіргі елбасымыз, бұрынғы тұңғыш президентіміз, қазіргі президентіміз өте тамаша өзінің мақалаларын арнады. Сондықтан біз Абайдың өлеңдерін талдағанда да Абайдың сөздерін қазақтың бойтұмар етейік деген елбасының сөзіне біз жаңағы тоқталамыз. Біз соны өзімізге ұстаным етеміз. Ал енді Абай, қараңыздар, Абай өз бетімен оқып, бар жоғы 3 жыл ғана оқиды, бар қазақ, орыс және бірнеше шығыс елдерінің тілдерін білген. Әлем және орыс әдебиетін тұңғыш рет ана тілімізге аударған. Әдебиетте аударма саласының негізін қалады. 170 өлеңі 56 аудармасы бар дейміз. Енді бұл Абай жолы және осы Абайды танытатын көркем туындыны біз Мұхтар Әуезовтің іргелі үлкен энциклопедиялық еңбегі арқылы да Абайды тани түсеміз. Ол бір Абайдың ғана емес, ол жалпы сол 19 ғасырдағы бүкіл қазақ халқы өмірінің айнасы іспеттес. Енді тікелей біз Абайдың қара сөздеріне өтейік. Ал енді көріп отырсыздар, Абай бұл Абайдың тұлғасының ерекшелігі неде? Осы жерде бір реплика диалогқа шығайықшы. Ол Абай өз ұлтын, немесе өз ұлты Абайды қалай ардақтап келе жатыр. Және Абай осы әрі композитор, әрі аудармашы, әрі философ бола отырып, ол өзінің жүрегіндегі жан жарасын қалай жазды? Емдей алды ма Абай өзінің жан жарасын? Ал Абай емдеу үшін қандай жолдар ұстанды? Бұлай айтып отырғаным, осы қара сөздері арқылы Абай қазақ қоғамындағы, қазақ халқының бойындағы жаман қасиеттермен, қазақтың бойына жармасқан жаңағы жаман аурумен күрескісі келеді. Сондықтан ол өзінің рухани жан жарасын осы өзінің қара сөздеріне төгілтіп, осы ақ қағаз қара сиямен Абай сырласады. Міне қара сөздері қалай дүниеге келген. Енді менің осы пікірімді ары қарай өздеріңіз толықтырсаңыздар. Абайдың қара сөздері туралы жалпы бірінші шолу жасап шықсақ. Рұқсат сіздерге, рұқсат қыздар, бастаймыз сабақты. Қыздар, жылдамдатамыз, сабақты бастаймыз. Абайдың қара сөздері туралы пікірлеріңізді ортаға саламыз. Абайдың көркемдік, әлеуметтік, гуманистік және діндік көзқарасы терең білінген еңбегі қара сөздері.
Қыздар, кешірім сұраймын. Жалғастырамыз, көріп отырсыздар ғой. Сондықтан сіздер қайда тізгінді маған ұстатпауларыңыз керек қазір. Аружан, Арайлым, Зейнеп, қыздар. Ағмаржан, неге үндемей отырсыздар? Топтың қыздары. Абайдың қара сөздері. Қайда біздің? Ерсұлтан қайда? Бағдат қайда? Абайдың қара сөздері, негізінен оның 45 қара сөзі бар. Сол 45 қара сөзінің өзі, бірінші қара сөздің бастамасын ол өзі айтады ғой. Мен бұны жазып отырмын, өзімнің ішкі ақтарып отырмын. Кешіресіздер, қыздар, қосылмағандарымыз микрофонды өшіріп отырамыз. Дауыс естілмей жатыр, микрофонды өшіріп отырыңыздар. Аха, жалғастыра беріңіз. Бұны менің осы жазған, осы қара сөзімді керек еткен адамға оқысын, керек емесіне оған көңілде аудармаймын, назар аудармаймын. Әркімдікі өзіне деп сонан бастайды осы қара сөзін. Сен әр қара сөзінде ол өзі көп нелерге тоқталып өтеді. Көп еңбек мәселесіне де, тіл мәселесіне де, ұлт мәселесіне де тоқталады. Сонымен қатар ол өзінің көптеген адамшылық мәселесі, адамгершілік мәселесіне де тоқталып өтеді. Сонымен қатар оның әрбір көптеген бір сөзі бар, қара сөздері бар. Үзіліп кетті ма, қыздар, не болды? Жалғастырамыз. Егер Зейнеп тоқтаса, басқамыз жалғастырып алып кетеміз. Жалпы 45 бөлек шығармадан тұратын Абайдың қара сөздер тақырыбы жағынан бір бақта жазылмаған, ол әр алуан. Оның 6-7 үлгісі қысқа болса, кейбіреуі мазмұн. Абайдың 46 қара сөзі аяғына жетпей қалған. Абай өзінің қара сөздеріне шығарманың ажарына ғана назар аударып қоймай, оның тереңдігіне, логикалық мәніне зер салған. Жақсы. Абайдың қара сөздеріндегі гуманистік, ағартушылық, әлеуметтік ойлары дін туралы пікірлерімен бірігіп, тұтас бір қазақ халқының философиялық концепциясыны құрайды. Абайдың жалпы қара сөздері сондай-ақ жалпы адамзат баласына ортақ асыл сөзге айналған. Жақсы, рахмет. Енді қыздар, біз осы Абайдың өлеңдерін, Абайдың қара сөздерін. Абай өзі қара сөздерінде. Біреуіміз өшіреміз, кезекпен қосыламыз, қыздар. Сонда дауыс шығар. Оның қара сөздерінің бірнешеуі ең алғаш 1918 жылы Семейде шыққан Абай журналына жарық көрді. Кейіннен Абайдың қара сөздері орыс, Қытай, француз тағы басқа көптеген әлем тілдеріне аударылған. Демек, қараңыздар, біз Абайдың мынанша қара сөзі бар. Абай бұл қара сөздерінде мынадай нәрсені айтты деу үшін ең алдымен біз ойланайықшы, Абайдың қара сөздерінде Абай не айтқысы келеді? Абай бұл қара сөздерін үшін кімге арнады? Қандай мақсатта келді? Осы жалпы дүниенің ең теңдессіз жетістігін кімде аламыз біз, қыздар? Осындай философиялық сұрақ қояйықшы. Дүниенің теңдессіз жетістігі кім? Білім. Ал ол білім қалай дамиды, егер білімді оны кім танытатын білімді? Кім ізденетін? Адам ойы дүниенің теңдессіз. Абайдың қара сөздерінің барлығы да кімге арналған демек? Адам баласына, адамзатқа. Енді Абайдың бір қара сөзі емес, Абайдың өлеңдерінің өзінде Абай айтпай ма? Бүкіл адам баласының, жаңағы адам баласын қандай махаббатпен адамзатты қалай жаратты, сондықтан сен сол жаратушының өзін сүй дейді. Ал енді сол жаратушы сондай үлкен махаббатпен жаратқан адам баласын, соны Абай енді қандай болу керек дейді сол адам баласы? Жалқау, еріншек,
біреуге жаңа қолын жайып, көмек сұрайтын, өз істегісі келмейтін, біреудің үстінен өсек айтатын, біреуді жамандайтын, арыз домалататын, екі ортада жүріп жаңағы түрлі уақытсын бос өткізетін, сондай жан болсын дей ма? Сол теңдессіз дүниенің жетістігі адам қандай болу керек дейді. Неге біз Абайдың қара сөздерін оқи отырып осындай бір үлкен философиялық ойға бармаймыз? Міне мен сіздердің қазір орталарыңызға үлкен ой тастап отырмын, проблемалық. Демек, Абай сол дүниенің ең бір керемет жетістігі адам болса, енді сол адамның жаны мен тәні қандай болу керек дейді Абай. Жаны мен тәні. Міне көрдіңіздер ме? Сіздер әшейін жай ғана не ету үшін, бір сұрақтарға болмашы жауап беру үшін емес, оқи отырып сіздер кішкене, ал енді бұндай ойға қай кезде бара аламыз? Бұндай ойға біз жан-жақты осы қара сөз туралы айтылған пікірлерді, зерттеулерді ақтара отырып, әр қара сөзін оқи отырып, не түсіндім деп басты көтеріп, міне сонда ғана бара аламыз. Біз бір нәрсені түсініп алуымыз керек. Демек, Абайдың қара сөздері де, Абайдың өлеңдері де, Абайдың жан жарасы да дауасын таба алмай кеткен. Бұның барлығы да кім үшін? Сол қоғамдағы адам баласы үшін. Бүкіл дүниенің ең үлкен жетістігі адамның сол жаны қандай болу керек дейді, тәні қандай болу керек дейді. Көрдіңіздер ме? Қара сөздерде Абай өзінің алғаш шығармаларын 7-ші қара сөзінде не дейді Абай? Адам баласы туылған дүниеге келген кезде қандай болатыны. Ал енді өзінің алғашқы бірінші қара сөзінде не үшін айтқан? Міне көрдіңіздер ме? Осының барлығын оқи отырып, біз ары қарай тереңірек талдауымыз керек. Кәні Абайдың бірінші қара сөзіне туралы не айта аламыз? Әрбір қара сөзін осылай талқылап шығуымыз керек, қыздар. Мен ой салдым, ары қарай жауап береміз. Айтамыз, пікірлерімізді ортаға саламыз, не етудің қажеті жоқ. Ойдан ой туады, сөйлеген кезде ғана ой туады. Әшейін қарап отырып, саны мынанша еді деген ойдан аулақ болуымыз керек. Жалғастырамыз ары қарай. Арайлым. Эльвира сөйлейін деп отыр. Эльвира, қосылыңыз. Бұл жасқа келгенше жақсы өткізіп пе, жаман өткізіп пе, әйтеуір бірталай өмірімізді өткіздік. Яғни бұл қара сөзінде балаларды бағу туралы, яғни оларға білім, тәрбие беру туралы айтқан. Жақсы, Эльвира, жалғастырыңыз ары қарай. Енді бұл ойын айту үшін, қыздар, мен тағы сіздерге тағы да... Жақсы, Эльвира, тыңдап отырмыз. Яғни, балаларды бағу, яғни оларды жоқ баға алмаймын, бағар едім, қалайша бағудың мәнісі деп, яғни бұлай айтпай, яғни оларға нақтырақ жақсы тәрбие беру туралы, яғни оларды бірдеңеге ермек қылмай тура жол көрсету туралы айтылған. Жақсы. Жалғастырамыз, қыздар. Апай, мен былай тоқталып кетсем оған, былай толық. Жақсы, тоқталыңыз. Сол қара сөзін жазған кезде, мен осы қара сөзді жазып отқанда ниетімде қыздар, қосылмағандарымыз ел бағу деп айтамын дейді. Елге бағымда жоқ, бағусыз дертке ұшыраймын деген кісі бақпаса, кісі бағайын деген жоқпын, бізді Құдай сақтасын дейді. Мал бағу жоқ, баға алмаймын дейді. Ғылым бағайын ба дейді. Жоқ, оны да өзіме керек етпеймін дейді. Эльвира, микрофон түсіреміз. Ол сопылық қылып дін бағу ма? Жоқ, ол да болмайды. Оған да тыныштық керек дейді. Сонымен балаларды бағу ма? Жоқ, баға алмаймын. Бағар едім, бірақ оның мәнісінде білмеймін, не болсын деп, қай елге қосайын, қай қарекетке қосайын деп, оған да тоқталмайды. Содан ақыры ойладым,
кейін осы ойыма келген кез келген нәрселерді қағаз бетіне жаза берейін, қағаз бен қара сияны ермек қылайын. Кімде-кім ішінен керекті сөз тапса, жазып алсын, я оқысын. Керегі жоқ десе, өз сөзім өзімдікі дедім де, ақыры осыған байладым. Енді мұнан басқа ешбір жұмысым жоқ деп өзінің. Жақсы, рахмет. Не үзіліп қалып жатыр? Рахмет. Енді мынау қосыла алатын қыздар, мүмкін кім алыстан қосылып жатқан шығар, ол жақта әлеуметтік желі жөнді дұрыс істемей жатыр, мен түсініп отырмын сіздер. Басқаларымыз қосылайық та жақын жерден. Көрдіңіздер ма, ол мал бағу ма, балаларды бағу ма, жоқ басқа саудамен айналысу ма? Міне ол нәрселі кәсіптердің түрлерінің бәрін неге айтады Абай? Абай ол кәсіптердің барлығын айта келіп, менің ойым дейді ол Абай. Мен адам баласының міне өзі қараңыздар. Алла тағала, мен ойлаймын, Алла тағала Абайды ерекше қылып жаратты. Басқа адамдардан ерекше. Неге? Себебі Абайға ғана тән мінез ол. Көрдіңіздер ме? Ол сонан соң ерекше болғандықтан елдегі айтылып жатқан өсек, ғайбат, ақмақтардың күндеуі, басқа еті, оның бәріне де мән берген жоқ. Ол немен айналыс? Тек адам баласының жаны сұлу болса, еңбектенсе, жаңағындай жаман қасиеттерден аулақ болса, өз қолы өзіне жететіндей болса, өз еңбегімен, өзінің кәсібімен еңбек етсе, сөйтіп арғарай көзі ашық, мәдениетті, сауатты, білімді, өнерлі ұрпақ қалыптасса дейді. Міне Абай өзінің айналасындағы Абайды түсінбейтін сол кезеңдегі тоғышарлармен Абай жалғыз, мұңмен жалғыз алыстым, кінә қойма деуінің өзінде осындай үлкен, терең ой жатыр. Жақсы, енді біз жалпы шолып жатырмыз, өткен сабақтарда айтылған, сонда да біз тоқталып кетуіміз керек. Абайдың шығармалары туралы, мынау абайтанушы, зерттеуші ғалымдарымыз, ол туралы да сіздер өткен сабақтарда біз айтылды, абайтану ғылымының қалыптасуы. Ал қазіргі таңда сондықтан біз Абайдың қара сөздерін жан-жақты талданған дүниелермен бірге алып отыруымыз керек. Енді арғарай сіздердің осы қара сөздерді оқығандарыңыз қандай деңгейде болды? Қазір біз осы ұяшықтарға кезек берейік. Онда біз сиқырлы ұяшықтарға өтеміз. Міне мынау сиқырлы ұяшықтарда Абайдың қара сөздері. Бұл жерде Абайдың 5 қара сөзі жасырған, бірақ білмейміз қайсысы екендігін. Сондықтан шетінен арғарай таңдай береміз. Арайлым, қай ұяшықты таңдаймыз? Жылдам. Мен таңдасам бола ма, апай? Таңдасам бола ма? Болады. Аружан, сіз таңдайсыз ба? Жақсы, таңдаңыз. Қара сөздері 50. Қара сөздері 50. Кеттік онда арғарай, біз қазір 50-ші қара сөздерге барамыз. Келдік міне. Оқимыз, сөйтеміз де осы үзінді қай қара сөзінен алынғанын табуымыз керек. Аружан, оқыңыз. Біреулер Құдайдан бала тілейді, ол баланы не қылады? Өлсем орнымды бассын дейді, артымнан Құран оқысын дейді. Қартайған күнінде асырасын дейді. Осыдан басқасы бар ма? Артымнан балан Құран оқысын десең, тірлікте өзіңнің жақсылық қылған кәсібің көп болса, кім Құран оқымайды? Бұл 10-шы қара сөзі Абайдың. 10-шы қара сөзі. Бұдан да басқа 10-шы қара сөзінде не айтылады? Бала тәрбиесі жайында айтылмай ма? Бала тәрбиесі жайлы айтылмай ма деп сіз маған сұрақ қойып отырсыз, мен сізден сұрап отырмын. Жақсы, рахмет. Мен айтсам болады. Осы жаңағы 10-шыны ма? Жақсы айтып кетіңіз, Эльвира. Аружан, өшіреміз, микрофонды өшіреміз. Бұл жерде мал тілейсіңдер. Эльвира, айта беріңіз, тыңдап тұрмыз. Бұл жерде мал тілейсіңдер ме деген? Бұл жерде
мал тілейсіңдер ме деген, иә, неге керек қылайын деп тілейсіңдер дейді. Әуелі Құдайдан тілемейсің, Эльвирада байланыс өте нашар болып жатыр, қыздар. Эльвира, дауыс естілмей жатыр, қызым. Байланыс өте нашар болып жатыр. Жақсы, Эльвира, сіз микрофоныңызды өшіре тұрыңыз. Ары қарай қыздар жалғастырамыз. Қай ұяшықты таңдаймыз? 30-шы ұяшықты таңдайық. Алладан ғана қалай айтылған бұл жерде Бізде кім таңдайды? Арайлым. Тілмей іздесе, Эльвира, сіз микрофонды өшіріңіз, бізге дауыс өте нашар естіліп жатыр. Сондықтан біз амал жоқ, сіздің өшіруімізге тура келді. Сондықтан біз қазір мені ұяшықта шамыз. Бұл жерде 30-шы қара сөзде естіген нәрсені ұмытпастыққа 4 түрлі себеп бар. Әуелі, көкірегі байлаулы берік болмақ керек. Екінші, сол нәрсені естігенде я көргенде ғибратлану керек. Көңілденіп, тұшынып, ынтамен ұғыну керек. Үшінші, сол нәрсені ішінен бірнеше уақыт қайтарып, ойланып, көңілге бекіту керек. Төртінші, ой кеселін нәрселерден қашық болу керек. Яғни бұл жерде қара сөз... Бұл нешінші қара сөзі? Қай қара сөзден алынып отыр? Осы ой. Бұл қара сөз 16. 31-ші қара сөз. 31-ші қара сөзінен. Енді қараңыздар, осы 31-ші қара сөзінде айтылған, қараңыздар, 4 түрлі бізге Абай ұсынып отыр. 4 түрлі нәрсе. Адам еш нәрсені ұмытпау үшін, немесе ары қарай өзі ынтасын, жігерін қою үшін, осы нәрсені біз көкірегімізге құйып алуымыз керек өздеріңізде. Сіздерде де осы 4 түрлі себеп жоқ бойларыңда. Естіген нәрсені ұмытпау үшін 4 түрлі себеп бар. Қандай? Бірінші, көкірегі байлаулы берік болмақ. Демек, сіздер алдарыңызға қойдыңыздар ма ұстаным? Мен студентпін, мен оқып шығуым керек. Мен осындай көркем шығармаларды рухани азық етуім керек. Екінші, сол нәрсені естігенде, не көргенде, одан ғибратлану. Ғибрат дегеніміз одан бір үлкен бір тәлім, тағылым алуымыз керек. Бір нәрсені естіп отыр, бір нәрсені сабақты тыңдап отыр, біз содан не ұқтық, ары қарай сол біткеннен кейін өзіңізге өзіңіз есеп беру, немесе жазуыңыз керек. Міне мен мына нәрседен мынадай нәрсені үйрендім. Көрдіңіздер, бұл екінші нәрсе. Ал үшіншісі не дейді? Сол нәрсені ішінен бірнеше уақыт қайтарып ойланып, көңілге бекіту керек. Міне осы нәрсе бізде жетпейді. Сіздер оқыған нәрселеріңізді жай оқып қана қоймай, ары қарай соны тұшына, сезіне, көңілденіп, сіз өзіңіздің көкірек сарайыңызға оны құюыңыз керек. Қалай? Қайталай отыр. Бірнеше рет қарап отыр. Ал төртінші, осы көңілге бекіткен нәрсені ары қарай ойға, жаңағы көңіл сарайына құю үшін ой кеселі нәрселерден қашық болу керек. Түрлі уайымнан. Осы пәлен, түлен, анау жетпейді, мынау жетпейді. Осындай жаңағы түрлі үйдегі мәселелер, басқа түздегі проблемалар, ол нәрсенің барлығын үйде қалдыруымыз керек. Сабаққа келдік пе, не жұмысқа келдік пе, біз ары қарай сол бастаған дүниемізге ынта-шынтамызбен берілуіміз керек. Сондықтан адамды құртатын, адамды ауыртатын ой кеселден қашық болу керек. Бұл тек студенттерге ғана емес, жалпы адам баласына. Көрдіңіздер ме? Жаратқанның ең тамаша жаратқан дүниенің ең теңдесі жетістігі адам болса, міне адам баласына Абай қандай жолдар ұсынып отыр. Ары қарай өзінің орнын табу үшін өмірден, еңбектену үшін, өмір базарынан өзінің алдына мақсат қою үшін. Міне студенттер, біз осы қара сөздерін бұлай таңдап, осы ең дұрыс нәрселердің ішіндегі өздеріңізге бір керектау деген нәрселерді алып отырғанымыз осы. Демек, бізде 50 кетті, 30 кетті. Келесі ұяшықты таңдаймыз. Қыздар. Апай, мен 10-шы ұяшықты таңдатсам бола ма? 10-шы ұяшық. Кеттік ары қарай. Демек, біз қазір міне 10-шы ұяшықты ашамыз.
Қазақ не дейді өзінің қара сөзінде? Нешінші қара сөзінде айтады? Не айтады екен, кәні қыздар? Қазақ құлшылығым Құдайға лайық болса екен деп қам жемейді. Тек жұрт қылған бізде қылып жығылып тұрып жүрсек болғаны дейді. Яғни бұл қара сөз екінші қара сөзінде. Саудагер несиесін жия келгенде тапқаным осы біттім деп. Алсаң ал, әйтпесе саған бола жерден мал қазанба дейтұғыны болушы еді дейді. Құдай тағаланы дәл сол саудагерде қыламын дейді. Үзінді нешінші қара сөзден алынған? 16-шы қара сөз. 16-шы қара сөз. Эльвира, сіз шатастыңыз. Бұл екінші емес, бұл 16-шы қара сөз. Естеріңізге сақтаңыздар. Енді ары қарай біз келесі қара сөзіміз 20-ны ашамыз. Қараңыздар. Бұнда бұл қара сөздегі ең бір тұшымды нәрсе не екен? Оқимыз, қыздар. Адамшылықтың алды махаббат, ғадалат, сезім. Бұлардың керек емес жері жоқ, кіріспейтұғында жері жоқ. Ол жаратқан Тәңірінің ісі, айғыр биеге ие болмақта. Махаббат пен сезім бар. Үзіндіні нешінші қара сөзден алынғанын айтыңыз. Бұл ең соңғы қара сөзі, яғни 45-ші қара сөзден алынған. Бұл жерде махаббат, ғадалат, сезім туралы айтылған. Яғни адамда бар сезімдердің осы сезімдер туралы өз ойын Абай Құнанбаев айтып өткен. Жаңағы төрттілік малда да, жануарда да, хайуанда да бар дейді. Адам түгілі хайуанда да болады. Ал енді адамның олардан айырмашылығы неде? Сол туралы өзі шарайлым. Олардың айырмашылығы мысалға жануарда адамда сезіне алады, мысалға мейірім бере алады. Кез келген жануар өзінің баласына да немесе жанында жүрген жануарларға да мейірім немесе қасірет көрсетуі мүмкін. Адамда да бар, бірақ адам оны ойлай алады. Мынаны істесем, бұлай жасасам деген сияқты. Осы сезімді сезіне алсам немесе осылай жасағанда деп сезінуді өзі ойлай алады, және сол сезімді алдын ала жасауға немесе жасамауға болатын, яғни ол ұға алады, ал жануар оны ұқпайды, ешқандай ойлаусыз сол сезімді жасайды немесе... Демек ол арайлым неге кеп тіреледі? Ол санаға кеп тіреледі екен, е? Жақсы, рахмет. Демек бұл нешінші қара сөз екен? Бұл ең соңғы 45-ші қара сөзі екен. Жақсы, біз 30 болды, бізде енді 40-шы қара сөзді ашамыз. Ары қарай, қыздар, жауап береміз. Осы мен өзім қазақпын, қазақты жақсы көрем бе, жек көрем бе? Егер жақсы көрсем, қылықтарын қостасам керек еді. Уа әрнешік бойларынан адам жақсы көрерлік, көңілге тиянақ қыларлық бір нәрсе тапсам керек еді. Соны не үміт үзбестікке, не онысы болмаса, мұнысы бар ғой деп көңілге қуат қылуға жаратсам керек еді. Ондайым жоқ. Нешінші қара сөзден алынған және мазмұнын ашыңыз. Бұл 9-шы қара сөзінен алынған. Не дейді? Мазмұнын ашамыз, Зейнеп енді. Кім бізге жауап беріп жатқан? Басқаларымыз қосыламыз пікірлерімізді. Бәріміз ортаға, бізде ашық микрофон, ашық ойды ортаға салуымыз керек. Мазмұнын ашайықшы. Неге осылай жазған? Абай өзінің? Бұл айтады кейін оның жалғасында. Я, 9-шы қара сөзінде неге айтқан? Жақсы, 9-шы қара сөз таптыңыз. Енді ары қарай мазмұн. Кейінен оны жегер жек көрсе, мәжілістес, сырлас, кеңестес болмасам керек еді, тобына бармай не қылды, не болды демей жату керек еді. Ол мүмкін болмаса, бұлардың ортасынан көшіп кету керек еді. Бұларды жөндеймін деуге, жөнделер, үйренер деген үмітім де жоқ. Бұлардың бірі де жоқ. Бұл қалай бұл айтқанның бірі болмас еді деп. Соңы осылай аяқтайды ғой. Сол жерде, бұл жерде өзі сол қазақты туырлаймын ба, туырламаймын ба, өз ұлтымды енді қазақ десең өзіңе тиеді деген сияқты айтып жатыр ғой. Өз қазақтардың көп надандығын бетіне басып, көмектесеміз, қыздар, Зейнепке ой тастаймыз. Жалпы бұл жерде Зейнептің айтып жатқаны дұрыс. Қазақтар көбінесе бір-бірін қолдамайды деп айтады.
егер бұнысы болмаса кейінгісін жасауға болады, бірақ кейбіреулерінде ол болғанмен кейбіреулерінде болмайды. Кейбіреуі тура соны жасау керек, ал кейбіреулері бұнысы болмаса кейінгісін жасауға болады дейді. Бірақ бір-бірлерін қолдамайды. Осыны соңына дейін жеткізейік, немесе осыны бітірейік деген сияқты. Осы мен өзім қазақпын, бірақ қазақты жақсы көрем бе, жек көрем бе деген жер осы жерде. Қазақтар бір-бірін шынымен де жақсы көретін, жақсы көрмейтінін білмейді деп айтқысы келеді. Өйткені бір-біріне қолдау, көмектесу ондай өте аз деп солай. Дұрыс, өте жақсы Арайлым, сіздің жауабыңыз өте тамаша. Неге? Себебі қазақтың бойында әлі де көре алмаушылық деген жаман осы, сол жаман мінезден, жаман адамның бойына жаман жармасқан, міне осындай бір жаман қылықтан біз арыла алмай келе жатырмыз. Бірі озып бара жатса, бірі көре алмайды. Оны аяғынан шалып, жарты жолдан құлатып, керісінше ары қарай оны өзі алып кеткісі келеді, өзі сол жетістікке жетіп, жанындағылардың бәрін артта қалдырып, жоқ өзімен бірге алып жүру деген ондай тиянақты ой жоқ, тек қана өзі ғана алдында жүрсе деген ой өте басым. Жақсы, керемет, өте тамаша. Біз жаңа тоқталдық. Енді жалпы біз ойымызды енді қорытындылайық, қыздар. Біз өздеріңізбен Абайдың шығармаларының, шығармашылық мұрасының ішінде салмақты жағы өлеңдері екенін білеміз. Поэмалары да бар, 3 поэмасы. Енді бүгін біз Абайдың осы, жаңа мен жоғарыда айтып кеттім ғой, ақиқат үшін жанын салып, осы өзінің ойын қағазға түсіріп, тура бір айналасында дөңгелек үстелге жинап отырып, сол адамдармен сұхбаттасып жатып, солардың бір ойын, солардың бір бойындағы жаман қасиетімен күресе отырып, Абай міне осындай өзінің қара сөздерін жазған екен. Бұнда бір үлкен іштей бір үйлесімділік, бір гармония бар сияқты. Себебі Абай өзі ең алдына мақсатын қояды. Мен осы жазғаным, өз сөзім өзіме, ел керек етсе алады, керек етпесе өз сөзім өзіме дейді. Сөйте отырып ары қарай. Енді мынадай бір сұрақ мен білгім келеді. Қара сөздерін бүгінге сіздер дайындалдыңыздар, жақсы, рахмет. 5-6 ұяшыққа біз жауап бердік. Ал енді Абай осы қара сөздерінде қазақтың бұрыннан келе жатқан осы үлкен ауыз әдебиет үлгісінің бір кішкентай жанры, мақал мәтелдер туралы не айтады? Бар ма сондай пікірі Абайдың? Қара сөздер мақал мәтелдер туралы өте көп айтып өткен, әр мақалды жеке-жеке алып, жеке-жеке талдап өткен. Соның бірі періште алтын көрсе жолдан таяды деген мақалда алып өткен. Ол қара сөзі өте қатты ұнайды, себебі періште алтын көрсе жолдан таяды. Ол қалай? Періште алтынға қызықпайды да, періштеге алтынның не керегі бар? Керісінше бұл мақалда адамдар өзіне тиімді жағын пайдаланып, өзіне тиімді етіп аударып алып, дәл солай айтады дейді. Бірақ бұл мақалдың ешқандай да мағынасы жоқ деп айта аламын деп Абай өзінің сөзінде айтып өтеді. Себебі адамдар өздерін періштеге санап, алтынды не істейді деген сияқты қылады, бірақ та алтын берсең болды, жолдан тайып, сенің айтқаныңның барлығын істеп, жаман жолға түсе береді деп айтады. Бірақ та бұл жерде Абайдың айтқысы келгені, адамдар өздерін періштеге санайды дейді. Тіпті періштенің өзі адам жолдан тайса тайсын, бірақ періште де жолдан таяды ғой деген сияқты адамдар өздеріне аударып алған. Бірақ та бұл жерде періштенің ешқандай қатысы жоқ, себебі періштеге алтынның ешқандай керегі жоқ деп айтады. Жақсы, Арайлым, рахмет. Ал басқа тағы да қосып аларларыңыз бар ма? Және де оның қара сөзі сынайтыны 29-7 қара сөзінде, 5 қара сөзінде сынайды ғой. Соның ішінде ата-анада мал татты, алтын неден жан татты деген мақалын сынайды. Жаңа періште алтын көрсе жолдан таяды. Одан соң атың шықпаса жер өрте дегені де бар. Қалауын тапса қар жанады деген, не? Жарлы болсаң арлы болма деген. Және де сұрауын тапса адам баласының бермейтіні жоқ деген. Кейіннен 100 күн атам болғанша бір күн бура бол дегені де бар. Осылардың барлығы бір Құдай ұрған сөз дейді. Бұны көрдіңіздер ма? Абай
осы ескіден келе жатқан, оны ол өздерінің жеке бір пайдасы үшін шығарып алған. Мысалы үшін аузы қисық болса да байдың баласы сөйлесін дейді. Ал бұдан не ұғамыз біз, қандай мағына? Сонда не, оның егер әкесінің байлығы болса, немесе қазіргі тілмен айтқанда әкесі бір үлкен шенеунік болса, немесе бір жаңағындай кәсіпкер болса, онда соның баласы ғана сөйлеу керек пе? Жоқ. Міне Абай осындай мағынасыз, мазмұнсыз, қате, жеңіл, жаңағындай жел сөзбен жазылған мақалдардың өзіне де үлкен тыйым салған екен. Сосын тағы да Абай қара сөздерінде тағы қандай мәселелер көтереді? Сократпен сырласады. Сосын осы үш сүю имани гүл деп біз өткенде тоқталдық, естеріңізде болса лекцияда. Осы бүкіл Абайдың шығармаларын қорыттық қой, естеріңізде ме? Олды Абайша сүю деп. Міне сонда Абай қай қара сөзінде үш адамның бойындағы үш қасиетті бір-бірімен әлгі неге шығарады, сұхбатқа шығарады. Олар қандай? 17-ші қара сөзі бар емес па? Қайрат, ақыл, жүрек үшеуі дауласып. Даулас келеді. Біз осы адамға керекпіз бе, керек емеспіз бе деген сияқты. Енді қайсымыз керекпіз, осы ақыл айтады, мен керекпін адамға, сендердің керегі жоқ, мен болмаса олар білімсіз болар еді, еш нәрсе қолынан келмес еді дейді. Содан үшеу ғылымға талас келген кезде әрқайсысы өзінің несін айтады. Одан ғылым айтады, мен керек, бірінші қайрат, шатас кеттің ғой. Ақыл айтады, мен дүниеге не ақыретке не пайдалы болсам, не залалды болсам да барлығын білетұғымен, сенің сөзіңді ұғатығында менсіз пайда іздей алмайсың дейді. Одан қайрат айтады, сендер менсіз еш нәрседе бітіре алмайсыңдар, менің күш жігерім болмаса сендер ешкім емессіңдер дейді. Одан соң жүрек айтыпты, мен адам денесінің патшасымын, қан менен тарайды, жан да менде мекен қылады, менсіз тірлікте жоқ, жұмсақ төсекте, жылы үйде, тамақта барлығы маған байланысты деп айтады. Сонда барлығының сөзін тыңдап болған данышпан енді айтады, қайрат, сенің айтқаныңның барлығы да дұрыс, бірақ осы айтқандарыңның, өнерлеріңнің бәрі де рас, сенсіз еш нәрсенің болмайтындығы да рас, бірақ қаруыңа қарай қаттылығың да мол, пайдаң да мол, бірақ залалың да мол дейді. Кейде жақсылықты берік ұстап, ал кейде жамандықты берік ұстап кетесің, соның жаман депті. Содан ақылға да тоқталады. Ақыл, сенің де айтқаның бәрі де рас. Сенсіз еш нәрсе табылмайтындығы да рас. Жаратқан Тәңірі де сен танытасың. Жаралған екі дүниенің жайында сен білесің, бірақ сонымен тұрмайсың. Амалда, айлада, қулықта, осы барлығы сенен шығады дейді. Жақсының да, жаманың да. Екеуі де саған сүйенеді дейді. Содан жүрекке тоқталады. Сен үшеуіңнің басын қоспақ бір ісім бар депті. Бірақ сонда билеуші, әмірші жүрек болса жарайды. Ақыл сенің қырың көп, жүрек сенің ол көп қырыңа жүре бермейді дейді. Жақсылық айтқаныңа жаны діні құмар болады, көнбек түгіл қуанады дейді. Осы үшеуіңде бір кісідей болатын болсаңдар, жүрекке табынатын болсаңдар, мен жүректі жақтар едім дейді. Құдайшылық сонда қалпыңды таза сақта, деп жаңағы жүрекке өзінің билікті соған береді. Демек, ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста, сонда толық боласың, елден бөлек. Міне Абайдың мынау толық адам концепциясының төркіні қайда жатыр? Осы екі ақылды, жүректі, қайратты үшеуін біргелікте ұстап, арғарай жүрекпен біз барлық нәрсені, жүрегіміз қалаған, жүрегіміз бұрып тұрған, міне сондай жүрекке билікті бере отырып біз түрлі шешім, түрлі іс әрекетті жүргізсек, онда біз нағыз қандай адам боламыз? Толық адам болады екенбіз. Енді тағы бір соңғы сұрақ, қыздар. Мынау Абай нешінші қара сөзінде қара сөзін өзінің үгіт, насихат, өсиетке арнайды? Санамалап беретін қай қара сөзі? Оқыдық па сол қара сөзін? Тек афоризмдерден тұратын қара сөзі бар ғой оның. Осы қара сөзі 37-ші қара сөзі. Дұрыс, 37-ші қара сөзі сол бір 20-дан аса афоризмдерден тұрады. Ол афоризмнің бәрі қазір өмірге кіріп, біте қайнасып кеткен. 23
сол жерде үлкен афоризмдер, мақал, мәтел сияқты біздің бойымызға сіңіп кетті. Қандай ойлар айтады? Біздің кейбір студентіміз шығып кетіп, қайта қосылып жатыр. Дүние үлкен көл, заман соққан жел. Алдыңғы толқын ағалар, артқы толқын інілер, кезекпенен өлінер, баяғыдай көрінер дейді. Міне үлкен философиялық ой. Қандай философиялық ой осыдан біз түйіп отырмыз? Демек, дүние алма кезек. Адам мәңгілік емес. Адам өмірге келет, ары қарай қайтадан төп Алланың құзыретіне кетеді. Бірақ осы екі аралықтағы өмірді біз хайуанша емес, адамша сүруіміз керек. Ақылымызды, қайратымызды, жүрегімізді міне бәрін бірдей ұстап, ары қарай білім ғылымға ден қойып, және өзімізге өзіміз есеп беріп отыруымыз керек. Жоспарымызды жазып, мақсатымызды қойып отыруымыз керек. Міне бүгінгі біз қара сөзден не ұқтық? Келісесіздер ме осы пікірге, осы түйінге, қыздар? Иә, келісеміз, иә. Енді кішкене сәл сабақтан алған дүниелеріңізді сәл өрбітіп айта аламыз ба? Бүгінгі біздің сабағымыз несімен ұнады, несімен ұнамады. Біз қазір өздеріңізбен инсерт картаны шығарайық, ал сіздер сөйлей беріңіздер. Қыздар, айтамыз пікірлерімізді. Жалпы негізінде кез келген адамның өзі айтады, Абайды оқы дейді. Кез келген қазақ Абайды оқуы керек. Сонда нағыз адам болады. Абайдың әрбір сөзінде адамның әрбір өзіне керекті дүниесін алуға болады. Мысалға, онда дін де бар, ғылым да бар, білім де бар. Кез келген Абайдың кез келген шығармасынан табуымызға болады. Тіпті оның өзінің өмірінде де, Абай жолын оқығанның өзінде де сен білімді адам болып шығасың. Жалпы Абай тек қана Қазақта ғана емес, Абай қазір барлық мемлекет таниды. Кез келген мемлекетте Абайдың я кітабы бар, я Абай көшесі бар. Абайдың мұражайлары да басқа мемлекеттерге қазір тараған. Абай жалпы алғанда Абайдың кез келген шығармасын өздеріне қызық болған үшін басқа мемлекеттер өз тілдеріне аударып жатыр қазіргі күнде. Оның саны да көбейіп жатыр. Арайлым, сізде Абайдың кітабы бар ма? Шығармалар жинағы? Иә, бар. Жақсы, рахмет. Менде Абайдың қара сөздері, өлеңдер кітабы, Абай жолының 4 томы, және басқа да кітаптар бар. Мен сондай сенімдемін әрқайсыларыңызда. Сонда да мен сол сенімімді осы күдігім ойымда болмасын деп сұрап отырмын. Себебі сіздер осы пәнді, қазақ тілі мен әдебиеті, үлкен әдебиет деген қара шаңырақты осыны таңдап келгеннен кейін міндетті түрде ғұламаның кітаптары үйде болу керек. Себебі біз оған күніне тәу етіп, бір шығармасын оқып, бойымызға азық етіп жатуымыз керек. Немесе өздеріңізден кейінгі ұрпаққа, әрине ертең маман болып шыққаннан кейін кәсіптеріңізге байланысты, бірақ үйде де сіздер өздеріңіздің бауырларыңызға да Абайдың өлеңдерін оқып, жаттатып, осы бастан көз үйретіп, және өздеріңізде көбірек оқуларыңыз керек. Сонда біздің шешендігіміз, шебер сөйлеуіміз, ойымызды жеткізуіміз ары қарай тағы да аса түседі, ойымызға ой қосады. Абай бізді кемелдендіреді. Абай бізді адам, тұлға болып қалыптасуымызға өзінің септігін тигізеді. Міне осындай пафоста біз бүгін сабағымызды аяқтаймыз. Мына инсерт стратегиясы бойынша яшықтарды толтырасыздар, ары қарай кері байланысқа шығып, Платонс бағдарламасында жауаптарыңызды салып жібересіздер. Әлі де 45 қара сөзін Абайдың толықтыра оқи түсуіміз керек. Ал енді бүгінгі сабақтан біз біраз шығармалар, Абайдың біраз қара сөзін талдадық, бойымызға сіңірдік деген ойдамын. Солай ғой, қыздар? Аружан, қостыңыз ғой сіздер микрофонды. Солай ма? Жақсы, онда қыздар, сау болыңыздар. Мен енді өшіремін. Жақсы, сау болыңыздар. Рахмет. Сау болыңыз.